Ассалаумағалейкум. Бүгінгі 8-ші сабағымызды бастаймыз. Бұнда ХБУЗ сайтынан реестр отчетін жіберіп үйренеміз. Бұл қайсы уақытта амелге асырылады. Біз май салғыз сайтынан подоходналық отчет тапсырамыз, яғни дармат салығын. Отчет тапсырып болғаннан кейін картотекасын қоямыз, яғни поручениесін төлейміз. Төлеп болғаннан кейінгі істейтін жұмысымыз бұл ХБУЗ реестр отчеті. Онан әр айдың ақырында істейміз. Шарт. Бұған біздерге керек болатын мағлұмат фирманың ключі керек болады. Әне сонымен уже сабағымызды бастаймыз. Так, бірінші кезекте тоталға кірдік. Так, күтеміз. Тізекейс деген папкаға өзіңіздің тапсыржақ фирманың, яғни реестр отчетін тапсыру үшін сол тізекейске сол фирманың ключін салып қойымыз керек. Так, енді браузерге кіреміз. ХБУЗ сайтын жазамыз. Англисше жазамыз керек. ХБУЗ сайт. Ұстақлетте жазып аламыз. Дальше бірінші неге кіреміз осы жерге. Так. Осы жерде войти с ЭЦП. Тізекейске ключ салған уақытта осы жерден оны оқиды. Тізекейске обязательно салып қойымыз керек. Осын басамыз. Так, войти. Осы жерге ключтің паролін тереміз. Окей. Так, бұл біздердің әр айда тапсырып келатырған отчетлардың реестр номерлері. Әр біздер реестр тапсыры жоқ болса, осы ізбезлікте кетуіміз керек. Последний 5 болса, значит біздер номер 6 реестрмен тапсыруымыз керек. Енді осы жерге бірінші нөбетте анкетаға кіріп аламыз. Егер сізде сол қарханаңызға адамдар қосылған болса, осы реестр базамызда жоқ болса, осы жерде ол адамды қосып алымыз шарт. Яғни осы жерге 14 инепес нөмірін жазасыз, PNFL нөмірін, поисті басамыз и добавить етеміз. Әне бұл осы жерге түседі. Егер базада жоқ болса, таза адам қосылса, соғақта істейміз. Так, одан кейін все реестрге кіреміз. Так, значит бұл 5, значит бізде 6-шы реестрмен жіберуіміз керек. Так, добавить реестрге кіреміз. Добавить реестр. Так, номер бағана бізде 5 еді, значит 6 болады. Так, поручение нөміріне келіп тұрды. Бағана айтқам солай да. Бұл қайсы уақытта амелге асырылады, яғни біз картотека қылып май салу сайттан төлегеннен кейін осы жерде көріну керек. Яғни төленгеннен кейін барып реестр отчеті істенеді. Егер сіз төлемесеңіз, реестр отчетында көрінбейді, реестр отчетін тапсыра алмаймыз. Так, неше адамның реестрі? Бұл 1300, мысалы 2 адам, 3 адам ба, аны количествосын көресіз. Пока біздерде 1 адам екен. Енді дата реестрі, біздер енді өткен айға тапсырып жатырмыз, яғни июнь айына, значит, берге сол июнь айының ақырғы числосын қоямыз. Так, 30.06. Так, дальше. Дата поступлениені өзгертпейсіз. Бұл сіздің төлеген уақытыңыз, яғни 10 жылда төлегенсіз. Июнь айы үшін 10 жылда төлегенбіз. Так, дальше. Одан кейін отчетный периодта біз өткен айға тапсырып жатырмыз, значит, берде июньна болады. 26 и сохранить басамыз. Так. Успешно дейді, окей. Так, енді бізге осы 1300 адам біздер бір адамдікі деп көрсеттік. Енді сол адамды осы жерден көрсетеміз. Егер ол адам көрсетілмесе, біз анкетадан ол адамды қосып алуымыз керек. Так, біздерде бар, сонша анкетадан қосылмады. Так, добавить сотрудника. Өзі бір адам екен. Егер бірнеше адам болатын болса, әммесін осы жерде галочка қойып көрсетуіміз керек. Қайсы адамдардың инепесіне бұл мағлұматты көрсете жақсыз. Так, добавить. Енді бір адам болған үшін берге доход 1.300.000, значит 1.300.000 деп жазамын. Егер бұл адам 2 адамның доходы болса, общий сумманы 2-ге, 3-ге, 4-ге қоласы неше адамдікі болса, сол доходты бөлуіңіз керек. Біздер енді бір адам болған үшін 1.300.000 көрсетеміз.
Так, 1,0 лишний. Так, 1.300.000 десек ham yerda 13.000 шығып кетті. Соны корректировкаласақ болады. 1.300 шығу керек. 1.300.000, 1.300. Қазір жерде 13.000 қалып қойса, азыр бізде сохранить етсе, уже красный болып шығып кетеді. Құласы осы тарихты дұрыс толтыруымыз керек. Доходын көрсетеміз. Енді сохранитті басамыз, сохранить басқан уақытта әмесі жасыл болса, значит біз мәліметті дұрыс кірттік. Сохранить. Окей. Так, жасыл болды. Болды. Так, все реестрге кіреміз. Этибар берің, қазір 6 пайда болды бізде, бана жоқ еді. Этибар берің, видеом болып тұр. Значит, ол елі тастиқланбады. Үстіні тастиқлау үшін дейді. Так, действиенің ішіне кіреміз и утвердить. Соны басамыз. Окей. Так, бәрі нормально түсті. Сохранитті басамыз. Енді этибар берген болсаңыз, 6-шы реестріңіз проведен болды, значит, тура. Енді этибар беріп көрің, енді добавить реестр кіріп көрейік және. Добавить реестр. Қараң, мына жерде төленген сумма болмаса, міне үстақлетті тұрады. Біз реестр отчетін жібере алмаймыз. Значит, MySalus сайтынан отчетты тапсырып, налогларын Халық банкке реестр отчетларын төлеп болғаннан кейін істенетін жұмыс болады бұл. Так, үстақлетті тапсырамыз. Міне ондай құрамалы отчет емес, әммесін ізбесін. Енді бір адам болған үшін сразу болып тастады. Енді бірнеше адам болған ондай құрамалы жері жоқ. Құласы өткерілген сумманы неше адамдікі болса, сонша адамға бөліп, реестр отчетін көрсетуіміз керек. Осымен сабақты жұмақлаймыз. Сау болың.